Сәлем, сенің есімің кім? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Сабина. Менің атым Мөлдір. Біздің салмақты сұхбат бағдарламасына қош келдің. Алдағы уақытта мен саған бірнеше сұрақтар қоятын боламын. Соған шынайы, еркін, ашық түрде жауап беремін деп уәде бересің бе? Әрине. Керемет. Ендеше бірінші сұрақ. Сенің ойыңша президент деген кім? Президент деген осы қалаларды басқаратын адамдарға көмектесетін президент. Ал кез келген адам президент бола ма? Мысалы, мен осылай жұмыс істеп жүре берсем, президент болып кете аламын ба? Өзінің арманына жеткізіп, өзінің жұмысын жақсы атқарса бола алады деп ойлаймын. Ал сен президент болғың келе ме? Әрине. Кім болуды армандайсың жалпы одан басқа? Мен болашағымда дәрігер болғым келеді. Дәрігер болғың келеді. Не себепті? Себебі ата-анамды және халықты емдеймін. Жақсылық жасағанды ұнатасың, жақсылық жасаған келеді. Керемет. Ал жалпы президент болу үшін адамның бойында бір қандай қасиеттер болу керек? Не жаңағыдай бір ерекшелігі бола ма президенттердің? Басқа қарапайым адамдардан бір ерекшелігі бар ма? Ерекшелігі жоқ. Ол да арманына жетіп, президент болған деп ойлаймын. Ал біздің президент кім? Танисың ба біздің Қазақстанның президентін? Қасым-Жомарт Тоқаев. Кемелұлы Тоқаев. Жарайсың. Енді келесі сұрақ. Мысалы, президенттің сен кабинетінде отырсың, ол кісімен жеке қалдың. Президентке қандай бір өтініш айтар едің? Немесе рахмет, не айтқың келеді жалпы? Мен өтініш айтқым келетіні балаларға, ата-аналарға жақсы демалатын орын жасап беруін қалаймын. Және ластанбай көмек керек адамдарға көмектесіп, жалақасын беріп, солай болсын деп ойлаймын. Керемет. Ал енді елестетіп көрейікші, президенттің кабинетінде қандай заттар болады? Құжаттар болады, өзінің жеке ручкасы болады, адамдардың және көк ту болады. Ал ол Қасым-Жомарт Кемелұлына керек заттар. Сен президент болсаң, ең керек бір 3 затты айтшы столында тұратын. Столында тұратын құжаттар және өзімнің керек заттарым, басқа да заттар тұрады. Айна, тарақ сияқты. Керемет. Ал енді депутат деген кім, қалай ойлайсың? Депутат деген адамдар, мысалы, депутатты сайлайды ғой. Кім сайлайды? Халық сайлайды депутатты. Оның тәжірибесіне қарайды. Адамға көмектесе ма, сол жақсылықтарын қарап, депутатты таңдайды. Депутаттар не істейді жалпы олардың түрлері, қалай киініп жүреді олар, қандай адамдар? Көргенсің ба өмірде? Депутатты өмірде көрмеген. Олар не істейтінін білесің ба? Жұмысы қандай олардың? Жұмысы өте қиын деп ойлаймын, өзім ойым. Қиын деп ойлайсың ба? Не істейді олар? Ол жағын білмеймін. Білмейсің, бірақ қиын деп ойлайсың, Неге олай ойлайсың? Себебі ол халыққа көмектесіп, көп қаражаттары кетіп, не қылады деп ойлаймын. Халыққа көп қаражат береді, содан олардың жұмысы ауыр деп ойлайсың, Керемет. Егер сен депутат болсаң, не істейсің? Халыққа көмектесіп, ата-анамды және туысқандарымды, халықты жақсы жерге апарып емдететін едім. Керемет. Табиғат аялап ұстайтын едім, қоқыста жатпайтын еді. Егер сен депутаттыққа сайланатын болсаң, мен саған дауыс берем. Дауыс бер, мені де апарасың ба бір жақ? Әрине. Болды, онда уәдеңді ұмыт кетпе. Депутат кім екенін білдік. Ал сенің ойыңша әкімнің жұмысы қандай болады? Әкім деген кім? Депутаттан айырмашылығы бар ма оның? Депутаттан сәл бір саты жоғары. Ол бір қаланың, мысалы, осы Шымкент қаласының әкімі, мысалы, адамдарға көмектеседі және жалақы не қылады? Бөліп береді және
ата әжелер үйлер бар ғой, сондайларға көмектеседі, со тамақтарын бөліп береді деп ойлаймын. Біздің әкімді танисың ба, Шымкент қаласының әкімін? Аты жөнін естімегенсің, Жоқ. Тек ата-анам біледі. Ата-анаң біледі. Енді соңғы бір сұрақ. Сен лотереядан 1 миллион теңге ұтып алдың. Ақша қолыңда тұр. Елестетіп көр. Сол ақшаны сен қайда жұмсайсың? Ата-анамды меккеге апарады. Болды ма? Және қайыршыларға көмектесетін едім. Тамақтарын әперіп, үстеріне киімдер әпереді. Өзіңе еш нәрсе алмайсың ба? Аламын. Не аласың едің? Не жоқ сенде? Менде бәрі бар, ата-анам маған бәрін әпереді, рахмет. Сол үшін ақшаны алсаң, ата-анаңа бересің, е? Өйткені сен кішкентайсың қазір. Шынайы жауап бергеніңе рахмет. Ал біздің осы салмақты сұхбат бағдарламасына қандай тілек айтасың көрермендеріне? Өзің сияқты кішкентай балалар болуы мүмкін көрермендердің арасында. Көріп отқандарыңа рахмет, және дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, ата-аналардың айтқанын тыңдасын. Рахмет. Сау бол.